Қайырлы күн оқырмандарым, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай лаваштан орама, яғни рулеттер жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, алдымен тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін қараңыздар. Осындай керемет, қолыңыз босамай, немесе бір жерде жүрген кезде, обед дайын болмай қалған жағдайда ең оңай тағамның түрі ораманы жасап жібересіздер. Ол үшін бізге керекті заттар: осындай фарш керек, одан кейін пияз 2 штук, бір перец, тәтті бұрыш және лаваш. Қараңыздар, осылай кубиктап турап аламыз. Фаршқа барлығын араластырып, бір пиязды қуырғанға алып қоясыздар. Өте дәмді шығады. Осы тағамды үнемі жасаймын негізі. Қолым босамай қалған кездерде холодильниктен, морозильниктен осы фаршымды шығарып кетсем болды. Ал қамырды илеп жайып жүрместер, дайын лавашты аласыздар да тез-тез ортасын майлап жіберсеңіздер де болады. Мен майлаған жоқпын, себебі осындай құйрық майды қостым. Құйрық майдың өзінің майы шығады, сондықтан майлаған жоқпын. Негізі құйрық майды қосу міндетті емес, ол өз қалауларыңыз. Маған құйрық майды қосқан ұнайды. Өте дәмді, бір дәмін ерекше қылып тұрады. Сондықтан осы майды қосып жасадым, себебі тәтті шығады. Барлығын араластырып аламыз, жақсылап тұрып. Енді жаңағыдай қуырғанға осы пиязымызды, 1 штук пиязымызды турап аламыз. Оны да кубиктап турайсыздар. Жақсылап. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, тіркеліп, подписация қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңырауша не үшін деп жатады? Ол дегеніміз, мен қандай видео салсам да бірінші болып сіз көріп, жасап көрсеңіздер болады. Менің каналымнан тек қана осындай рецепттер емес, лайфхактар, пайдалы, ас бөлмеге, балаларға пайдалы лайфхактар саламын. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Осылай барлығын турап алғаннан кейін, осы лавашымызды алып, фаршымызды барлық жеріне жеткіземіз. Менде 2 лавашқа осылай жеткізіп салдым фарштарды. Жан-жағының барлығына жайып шығасыздар. Ортасын лаваштың бірінші фаршты салмай тұрып майлап жіберсеңіздер болады. Мен енді құйрық май салған соң майлаған жоқпын, өйткені майлы болып кетеді. Қараңыздар, осылай қолдың орамасынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Осылай рулет секілді орайсыздар да, кесіп шығасыздар. Осындай кішік-кішік көлемге бөліп шықсаңыздар болады. Мен осындай қылып бөлдім, 4 бұрышты қылып. Жолдасыма, отбасыма қатты ұнады осы тағам. Мама, үнемі жасап жүріңізші дейді. Негізі таңғы асқа да осы дайын лавашты алып, тез-тез жасап жүрсеңізде болады екен, негізі дәмді шығады. Осылай тапамызды алып, кішкене аздап майымызды құйып жібереміз. Сосын осы перецімізді, тәтті бұрыш, пиязымызды астына салып, үстінен осы орамаларымызды, яғни рулеттерімізді лаваш салып шығамыз. Қараңыздар, менде осындай 2 лаваштан рулет шықты. Осы ораманы қойып шығамыз барлығын. Бір 30-30 минутқа қойсаңыздар болғаны, керемет болып. Бетін жұмыртқамен жақсаңыздар да болады. Мен жаққан жоқпын. Қараңыздар, дайын болды лавашымыз. Қараңыздар, майы шығып, сочный болып шықты ғой. Дәмді, қатпарлы орама шықты. Лаваштың өзінен өте дәмді шығады. Бұл тағам өте оңай тағам. Қолыңыз босамай жатқан кезде, немесе бір жерде қонақтарда жүріп, үйге бір келіп балаларыңызға тамақ дайындау керек кезде не жасайым деп ойланып отырсаңыз, осы тағамды жасасаңыз болады. Өте дәмді әрі оңай, тез, бір жасағаннан сәтті шығатын рецепттердің бірі. Дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, міндетті түрде керемет дәмді болып шығатын болады. Сондықтан сіздерге кеңес беремін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Суы шығып, майы шығып, өте сочный болып шықты. Менің балаларым өте қатты сүйіп жақсы көретін тағамның бірі. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.